Мысалы имам Ғазали рахимахуллах әкесі қайтыс болғаннан кейін, әкесінің дүниесі таусылғаннан кейін әкесінің досы медресеге береді, жаңағы балалары аш қалмасын деп. Сонда имам Ғазали рахимахулла өзі айтпақшы, бұл медресеге біз сол аш қалмас үшін түскенбіз дейді. Басында ниетіміз солға еді, бірақ кейін білім бәрібір де өзі үшін, Алла разылығы үшін бізді алғызды дейді. Яғни білімнің әсері олардың ниеттерін түзетті. Басында ниеті не болды, аман қалды еді. Сол үшін де иншалла кейде медресеге балалар түсуі мүмкін, немесе бір оқу орнынға. Ол бала негізі оқығысы келмейді, түскісі келмейді, бірақ Алла тағала содан кейін үлкен ғалым шығарады. Кейде дәл солай бір шәкірт медресеге түсуі мүмкін, мақсаты жақсы, бірақ Алла тағала оны соңына дейін бітіргізбейді. Әрқайсысы әртүрлі, бұның барлығы Алланың тауфиғына, Алла тағаланың қалауына байланысты.